Сәлеметсіз бе? Егер де сізді психология тақырыбы қызықтырса, өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді тереңірек түсінгіңіз келсе, немесе осы арқылы, психология арқылы өміріңізді жақсы жаққа өзгерткіңіз келсе, менің каналыма қош келдіңіз. Менің атым Фарида. Мен психолог, рухани психолог бағытында жұмыс жасаймын. Алғашында психология әлеміне өзім үшін мазалап жүрген сұрақтарыма жауап іздеп, өзімнің ішкі жан дүниемді зерттеп, жанымның тыныштығын іздеп келгенмін. Әлі де рухани даму үстінде жүрген адаммын. Сізбен осы каналда 4 жыл ішінде жинаған білімдеріммен бөлісетін боламын. Пайдалы видеоларды өткізіп алмау үшін подписаться етіп, колокольчик кнопкасын басыңыз. Комментарийға сұрақтарыңыз болса жазыңыз. Болмаған сізді мазалап жүрген сұрақтарыңыз бойынша видео түсіруге көмектеседі. Жалпы психология туралы айтатын болсам, психология өміріміздің қай саласын алсақ та, мейлі ол адамдармен қарым-қатынас, отбасы мәселесі, денсаулық, ақша, карьера саласын жақсарту үшін тиімді жұмыс әдістерін береді. Кез келген сыртқы көріністің артында, яғни өмірімізде болып жатқан жағымсыз, жағымды дүниелердің артында адамның ішкі күйі жатады. Біздің ішкі күйіміз сыртқы өмірімізге әсер етеді. Және де осы ішкі күйді өзгертетін болсақ, біздің өміріміздегі жағдайлар да өзгеріп бастайды. Бұл заң, ұқсастық заңы. Ұқсастар бір-біріне тартылады. Яғни, өмірімізде болып жатқан барлық проблемалар ол ішіміздегі ойларымыздың, эмоцияларымыздың және әрекеттеріміздің көрінісі. Біз олай болғанын қаласақ та, қаламасақ та бұл факт. Сондықтан да өзімнің өткен тәжірибелеріме сүйене отырып, алған білімдеріме сүйене отырып, басқа адамдарды бақылау арқылы алған ой түйіндерімен, маған көмектескен, жақсы пікір қалдырған әдістермен бөлісетін боламын. Мен толық сеніммен айталамын. Осы каналда берген білімдеріммен сусынданатын болсаңыз, сіздің ойлау қабілетіңіз, ойлау тәсіліңіз өзгеріп бастайды. Бұл жаңа ойлау адамға жаңа көзқарас береді. Көп нәрсені басқаша қабылдап бастайсыз. Жаңа реакциялар, жаңа іс-әрекеттер пайда бола бастайды. Ал бұл болса, жаңа нәтижелер береді. Ішкі күйіңізді өзгертетін болсаңыз, сіздің өміріңіз өзгеріп бастайды. Бұл жолдан өзім өткеннен кейін, және де қыр-сырларын білгеннен кейін, қазір алдарыңызда отырмын. Осы тақырып, психология тақырыбы сізге қызық болса, сіз де кезінде мен сияқты өміріңізде болып жатқан жағымсыз дүниелерге көнгіңіз келмесе, менімен бірге болу үшін подписаться етіп, комментарийға пікіріңізді қалдырыңыз. Мен үшін сіздің әр пікіріңіз маңызды. Құрметті көрермен, бүгінге айтарым осы. Сізді келесі видеоларда күтемін. Кездескенше сау, сәлематта болыңыз.